Әдетте қызық әңгіме айтылатын жердің бірі монша мен шаштараз. Себебі адамның дәрежесі сол жерде ғана теңесетіндей. Құлсың ба, қожасың ба, ешкімнің дауы жоқ. Тілдің тиегі, ауыздың бауы жоқ. Әркім қалаған сөзін айтып ойға ортақтаса алады. Үлкен де, кіші де пікірін ортаға салады. Бірде шаштаразға келдім. Әңгіменің базары қайнап, әркім білгенін айтып сайрап жатыр екен. Сөздің екпіні білім мен білімсіздікке ойысты. Көлік айдаушы: қазіргі адамдар надан, жол ортасындағы темір шарбақтан қарғып өтеді. Біреулер бағдаршамға қарамай велосипедімен сырғып өтеді, деді мұң шағып. Бұрынғыдай ақыл айтсаң иланбайды, ұстазды сыйламайды, деді мұғалім сөз алып. Жастардың надан болғаны сонша, кезекке тұрмайды, ар-ұяттан жұрдайды, деді қария қамығып. Бәрі кезегімен сөйлеп жатты. Бір кісі ғана үндемей сөз бақты. Сөйлеушілер саябырси бастағанда тереңнен үн қатты. Білімде кінә жоқ, қоғамда әдепсіз адам көп. Ілім-білім 100 түрлі болғанымен, оның 99-ы әдептен тұрады. Әдепсіз берілген білім ауыздықсыз ат сияқты. Бұрын балаға білімнен бұрын әдеп үйрететін, әдепсіз білім қоғамды күйрететін, деді. Кенет сықыр етіп есік ашылды. Ішке 5-6 жасар ұлын ертіп жас әке кірді. Құлағында телефон. Біреуге ұрысып сөйлеп, қалай дәті барды? Мисіз ақымаққа мен келгенше орнынан қозғалмасын деп айт, деп айғайлап жатты. Сосын бізге бұрылып: мына баланы кезексіз өткізсеңіздер, қазір сауат ашу курсына апаратын едім, асығыспыз, деді, деп өтінді. Біз келіскендей бас изедік. Шаштараз ірі тақтайшаны орындықтың үстіне қойып, үстіне бүлдіршінді отырғызды. Бала мазасы кетіп жылай бастады. Мен қалтамнан кәмпит алып балаға бердім. Ол тартуымды селқос қабылдады. Әкесінің телефоны қайта шырылдап, ол қайтадан бөлмені басына көтеріп, алдыңғы әдетіне басты. Бүлдіршіннің тағы да мазасы қашты. Шаштараз оны жұбатпақ болып: балақай, егер жылауыңды қоймасаң, ана аға кәмпитіңді қайтарып алады, деп қолымен мені көрсетті. Сол-ақ екен. Бала жылауын тоқтатты да мені ала көзімен атып: қалай дәтің барады, мисыз ақымақ, деп айғайлады. Баланың сөзі шамыма тиді, бірақ үндемедім. Әкесі телефонмен сөйлескен күйі баланы қолтығына қыстырып, шаштараз дүкенінен шығып кетті. Бөлмеде сәл тыныштық орнады. Бағана не айтып жатыр едім? Әдепсіздік жайлы ғой. Қазіргі жұртта білім жоқ деп айта алмайсың. Қос-қостан дипломы бар. Одан қалса әлеуметтік желі арқылы түрлі курсты меңгеріп жатыр. Шет тіліне де жүйрік. Көрінген білімді маңызды санайды. Бірақ ең маңызды дүниені мүлт жібереді. Бала мейірімді шешеден, ал әдепті әкеден үйренеді. Әдептілік белгісі байқап сөйлей білгені, адамдықтың белгісі көп артыңа ергені, деді. Осы кезде оның да кезегі келіп жетті. Ол бос тұрған орынға жайғасты да шашын алдыра бастады. Бірақ әлгі сөзімен көкейіме ой тастады.